Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол кісіге еліктеуіміз керек еді ғой. Біреудің күшіне, біреудің дүниесіне, біреудің атағына емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай адам болған. Кез келген адам ол кісіге жолыққан кезде өзінің басында болып жатқан қайғысын ұмытып кетеді екен. Өзіңіз ойлаңызшы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзінің туған туысқандарының арасына сыймай елінен безіп шыққан адам. Қандай ауыр нәрсе. Бірақ кездескен адам пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзіндегі нұрды, күлімсіреген жүзін көрген кезде өзінің қайғысын ұмытып кетеді екен. Сахабаларда әр қайсысында мынандай ой жүреді екен. Мені бәрінен артық жақсы көретін жер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрген адамдар әр қайсысы ойлайды екен, мені бәрінен жақсы көретін шығар деп. Сондай қарым қатынас жасағанда. Бір күні сахабалармен отырған кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба кіріп келеді да: "Я Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, бір сұрақ қойсам бола ма?" Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам: "Сұра" дейді. Енді ойласаңызшы, бүкіл адамдардың алдында сіз ең жақсы кімді көресіз деген кезде сені десе қалай боласың? Ана жігіт осыны ойлап тұр ғой. Бір марқайып қалғысы келіп тұр ғой енді. "Я Алланың елшісі, сіз ең жақсы көретін адам кім?" деп сұрайды. Осы кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларда өмірін өзгертетін сөз айтады. Оларда мына екі надандық бар тұғын. Біріншісі тегімен, руымен мақтанатын. Бұл надандық бұл. Алла тағала бізді текке, руға, ұлтқа бөлді, мақтану үшін емес, өзіңді біреуден жоғары қою үшін емес. Басқа мақсат оның. Екіншісі, әйел адамын олар өте төмен санайтын. Бір қызығы, бұл екі ауру қазір бізде бар. Біз тегімізбен мақтанамыз, руымызбен мақтанғанды жақсы көреміз. Бірақ басқа рулар сізден төмен деген сөз емес қой. Және әйел адамдарын төмен санайтын әдет бар бізде. Ер адамдар басы істемесе де бар ғой, ренжімеңіздер, Құдай сақтасын. Мысал үшін айтып жатқаным ғой. Бір нәрсеге басы жетпей тұрса да, жоқ, мен правпын дейді ғой. Өйткені әйел адам, ол әйел, ол ешқашан не правда ол. Ойлаңызшы, шындап келген кезінде ол әйелден аламай жүрген қандай ақың бар? Сенің ұрпағыңды көбейту үшін өлімге бас тігіп жүрген адам ғой. Босанар кезінде ол айтады: "Өлсем өліп қалайын, осы бала аман есен туылсын" деп. Сенің ұрпағыңды жалғастыру үшін өлімге бас тігетін адам ғой ол. Кішкене ойлану керек қой. Сонда қараңыз, енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрады ғой: "Сіз ең бәрінен жақсы кімді көресіз?" деген кезінде Айшаны дейді. Айша әйелі ғой, радиаллаху анха. Осы кезде сахабалар отырған сөйлегі әйел адамын құрметтемеуге болмайды екен деген нәрсе, осындай ұғым қалыптасты да. Енді мына жігіт жаңа негізі сені деп айтады деп ойлады ғой. Содан ойлады, енді ол әйелі ғой, жарайды, одан кейін мені жақсы көретін шығар деп. Одан кейін кімді деп сұрайды. Осы кезде тағы да біздің қазақтарға қатысты сөз айтады. Бізде, байқайсыздар ма жігіттер, бізде қайын жұртқа бару деген өте ұят нәрсе ғой бізде. Жігіттер қайын жұртқа бара жатса, достары сұрайды ғой: "Қайда? Қайын жұртқа?" Сұмырай. "Не болды, әйеліңнен жеңіліп қалдың ба не?" Кәдімгі бізде қайын жұртқа баратын кезде ақталып: "Жоқ, мен барам да қайтам." Барда жата бер, ол сенің жұртың ғой. Ол бөтен емес қой, сен ойласайшы. Ол қандай жақсы жер. Бір адам сізге кішкене бір сыйлық берсе ұмыта алмайсыз ғой. Ал ол қайын жұртың сенің. Мына қызды 18 жыл, 20 жыл бағып, қағып, тәрбиелеп, саған дайындап беріп отқан адамдар ғой олар. Бізде қайын жұртқа барар кезде тығылып барамыз ғой. Достар естімей ақ қойсын деп. Одан кейін кімді жақсы көресіз деген кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Абу Бакрды дейді.
радиаллаху анху. Абу Бакр радиаллаху анху ол қайын атасы. Мынау жігіт айтады, енді ол жастайынан бірге өскен досы ғой, қайын атасы ғой. Бәлкім содан шығар, ендігісі мен шығарым деп. Одан кейін кімді деген кезінде Омарды дейді. Радиаллаху анху. Сонда ана сахаба одан кейін сұрамай қойдым дейді. Сұрай берсем тағы да ең соңына кет қалам ба деп ше. Бірақ сол адамдардың өзі ойлайтын болған, мені бәрінен жақсы көретін шығар деп ойлайтын болған. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осындай адам болған. Жай енді жігіттер, өзің ойлап көрші. Бөтен адамдар емес. Сенің туысқаның сен жайлы осылай ойлай ала ма? Мынау мені жақсы көретін. Жоқ, бұл мені өзі сыйлай ма, сыйламай ма деп ойлайды бізде. Сіз өзіңіз барыңызда бір туысқандарыңызға барып айтып көріңіз. Мен сені бәрінен жақсы көрем десе, қарап отырып, бауырым сен ауырып қалдың ба, бір нәрсе болып қалды ойдың. Қоя салшы дейді ғой. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті осы. Жігіттер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, соңғы сөзім, Алла тағала жақсы көретін адам, ол Алла тағала ең жақсы көретін адам. Басқа мұсылманның жүрегіне қуаныш сыйлай алғаны дейді. Қалай сыйлайсыз? Оны өзіңіз білесіз. Бірақ алдыңызға келген адам сіздің алдыңыздан кеткен кезде қайғысын ұмытып, бір қуанышпен, сізге деген жақсы оймен кететін болса, міне сіз пайғамбардың сүннетін орындаған боласыз.